Бүгінгі видеода ресми Росомаха Марвелде, Халктың мировая войнасы, фантастическая четверка және тағы да басқалары. Бәріңе сәлем. Осы видеоны соңға дейін қарап кетулеріңді өтініп тұрып сұраймын, себебі алда шығатын видеоларға байланысты өте маңызды ақпараттар видеоның соңында болады. Енді рет-ретмен айтатын болсақ, қызықтың бәрі көп еленбеген Женщина Халк сериалында, онда Халктың жеке жобасына намекат еткен болатын. Яғни екінші серияда Брюстің Сакаар кемесінде кетіп бара жатқанын көрдік. Және Марк Руффалоның өзі де Эра Альтрона және Рагнарёк арасындағы Халктың 2 жылдық оқиғасы мен профессор Халктың қалай пайда болғанын көрсететін уақыт келді деп санайды. Бірақ та фанаттар үшін бұл оқиға емес, мировая война Халка атты оқиға қызық болады деп ойлаймын. Бұл керемет комикстегі оқиғада иллюминаты командасы Халкты жерден қуып жібереді. Өз кезегінде өте ашулы, есінен адасқан Халк жерге қайта оралып, барлығын талқандап Нью-Йоркты басып алады. Марвелге бұндай керемет өте ауқымды жоба ауадай қажет, себебі соңғы шығып жатқан жобалары Марвел фанаттарын қуантып жүргені шыны керек шамалы. Ең қызығы 2023 жылы Халкке персонаж ретінде иелік еткен Universal компаниясы құқығынан айырылады. Бұл дегеніміз Марвел еш алаңсыз, уайымсыз Халк туралы жеке фильмдерді арқайын түсіре алады. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дегендей, Марвелдің қолында бір нәрсе бары айдан анық, бізге тек қана күту керек болды. Женщина Халк сериалының деңгейі WandaVisionге жетпейтіні анық. Кімге WandaVision ұнаған болса, оның фантастическая четверка фильмін күтетіні анық, себебі фильмнің режиссері Мэтт Шекман болуы мүмкін. Мэтт Шекман ол WandaVision сериалының режиссері. Соңғы ақпараттар бойынша келіссөздер өте жақсы өтуде. Ең қызығы, фильмде Эван Питерс сомдаған Ральф Боннер атты персонаж төбе көрсетуі мүмкін. Сорви голова, яғни Мэтт Мёрдок керемет адвокат. Адвокаттар туралы сериалда үздік адвокаттың болмағаны қате ғой. Женщина Халк сериалының шоураннерінің айтуы бойынша 4-ші серияда бізді бір тосын сый күтіп тұр. Бұл Вонг немесе Сорви голова. Ал Сорви голованың жеке фанаттары үшін өте керемет жаңалық. Сорви голова Рожденные заново сериалының ортақ хронометражы 9 сағатты құрайды. Және сериалда каратель Люк Кейдж және Джессика Джонс болуы тиіс. Ал Женщина Халктың 2-ші сериясындағы ең күшті отсылкаға келетін болсақ, ол Росомаха. Яғни Дженнің қолындағы ноутбукке мұқият қарасақ, қолында металдан жасалған тырнақтары бар біреудің барда төбелес ұйымдастырғаны туралы жаңалықтарды көруге болады. Стражи Галактики 3 фильмінде төбе көрсететін Адам Уорлок атты жаңа персонаждың қандай болатынын білесің бе? Ол өзін фильмде кішкене топастау және анасының айтқанын ғана тыңдайтын, айтқаннан шықпайтын бала сияқты ұстайды. DC-ге келетін болсақ, онда көп өзгеріс жоқ, сол бұрынғысынша каша, бытшыт, сондай. Және де ауқымды фильмдерін кейінге шегеріп жатыр. Оның ішінде Шазам осы жылдың аяғынан келер жылдың 17 наурызына кейінге шегерілді. Акваменнің 2-ші бөлімі 2023 жылдың 25 желтоқсанында жарық көруі тиіс. Ал Flash 2023 жылдың 23 маусымында шығады. Және аяқ астынан Warner Bros. Компаниясы түсірілім командасы мен актерлар үшін Batgirl'дің соңғы көрсетілімін өткізген. Бүгінге осы видео ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк бассаңдар еңбегіме керемет баға болатын еді. Енді маңызды ақпаратқа келетін болсақ, жақында менің TikTok каналым банға кеткен болатын. Банға кетсе де мен жаңасын ашқан болатынмын, бірақ та өкінішке орай онда просмотрда ештеңе де жоқ. Тағы да 1-2 апта жұмыс жасап көрем. Барынша жаңа аккаунтымды дамытуға тырысам. Әрине сіздерден үлкен қолдау күтем. Бірақ та осы 2 аптаның ішінде ешқандай өзгеріс болмаса, мен TikTokқа мүлде видео салмаймын. Полностью YouTubeға кетіп, осы платформада жұмыс жасаймын дальше. Сіздерден өте үлкен өтініш, достарыңызға таратып, YouTube арнаға жазылмағандар болса жазылып, Instagram, Telegram, жаңа TikTok аккаунтыма тіркелсеңдер алғысым шексіз болатын еді. Алдын ала рахмет. Кездескенше.